Армысыздар, эфирде 45 News. Сіздермен бірге мен Керімбек Сұлтан. 2024 жылдың 10 қаңтар күні Сабақ тайм жобасы аясында 8-ші ГД, 10-ші және 9-ші АЭГ сыныптармен бірге қазақ әдебиеті және қазақ тілі пәндерінен облыстық тәжірибелі мұғалімдермен бірге ашық сабақ өткізілді. 13-ші қаңтар күні шет тілі әдістемелік бірлестігі 10 күндігінің ашылу салтанаты өтті. 10 күндіктің мақсаты шет тілін оқытуда білім алушылардың айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын оқыту барысында қалыптастырып, тіл үйретуге, білім алушылардың коммуникативтік мәдениетін, шығармашылық қабілетін дамыту және оқуға деген ынтасына ықпал ету арқылы білім алуға үйрету. Даналық мектебі жоспарына сай аға қамқорлығы тақырыбында айтары бар ағалармен кездесу өтті. Кездесуге 8-ші 10-ші сынып ұлдары белсене қатысты. Толығырақ тілші Арланбек Назерке тарқатады. Кездесуге келген әлеуметтанушы, талдау социологиялық және маркетингтік зерттеулер орталығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы, ұрпақтар сабақтастығы, ағалық өнеге, інеге шамшырақ тақырыбында сөз қозғап, еліміздің өткені мен бүгіні келешегі жайында әңгіме. Айтылым тапсырмаларын оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуда қалай қолдануға болады? Тақырыбында ағылшын тілі сабағында оқушылардың айтылым дағдыларын түрлі жаттығулар арқылы дамыту, тәжірибе алмасу мақсатында коучинг өтті. Аға мен іні арасындағы өнегелік қарым-қатынасты, сыйластықты, адалдық пен қайырымдылық үлгісін көрсету мақсатында 6-шы сынып оқушыларымен "Мен ағамен мақтанамын" танымдық спорттық көңілді ойын сайыс ұйымдастырылды. Сайыс кім жылдам, кім жүйрік, ептілігіңді көрсет, мені тап, суретті мақал-мәтел бөлімдерінен құралды. Бірінші орын иегерлері 6-шы А сынып оқушысы Баялиев Бибарыс пен ағасы Нұрсейіт Мирас. Екінші орын иегерлері 6-шы Г сынып оқушысы Ерлан Арман мен ағасы Шымырбай Ердәулет. 6-шы И сынып оқушысы Елубай Нұрдәулет пен ағасы Елубай Қуаныш. Үшінші орын 6-шы Ж сынып оқушысы Қуандықұлы Алинұр мен ағасы Қуандықұлы Марсель. 6-шы З сынып оқушысы Серікбай Заңғар мен ағасы Саятұлы Ердәулет иеленді. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында 10-шы Ә сынып оқушылармен бірге жазушы Медеу Сәрсекенің Сәтбаев роман-эссесі бойынша конференция өткізілді. Оқушылар аталған шығармада аса көрнекті қазақ ғалымы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өмір жолы жан-жақты танып, туған елінің көгіне таң жұлдыздай жарқырап шығып, өшпес сәуле шашқан, артында өлмес ұлы істерді қалдырған ардақты ғұламаның өмірі баяндалды. Гимназиямызда Бауыржан оқулары байқауы өткізілді. Байқаудың ережесіне сәйкес, жалпы білім беретін мектептердің 7-11 сынып аралығында оқушылар бұл байқауға қатысып 5 бағыт бойынша бөлінді. Қайратыңа әдісіңді жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Бағыты бойынша қатысушылар креативті, мазмұнды өзіндік дәлелдері мен аргументтерін сақтай отырып, эссе жұмыстарын жазды. Алаштың айбыны Бауыржан Момышұлы. Бағыты бойынша Бауыржан Момышұлының шығармаларындағы көркем ойталған мен түсінік, ұлттық танымның ерекшеліктерін адамзат, ұлт руханияттарындағы мәнмен сабақтастыра отырып, ғылыми зерттеу жұмыстарын қорғады. Сыр айтсам саған халқым, оға білсең бағыты бойынша автордың туындыларынан үзінді жатқа оқыды. Жас ақындар томаға киген тау бүркіт бағыты бойынша Бауыржан Момышұлына өздерінің арнау өлеңдерін оқып, ақындық қырларын көрсетті. 5-ші бағытта қатысушылар берілген тақырыптар бойынша TEDx форматында өзінің идеяларын ұсынып, тұжырымдарын жасады. Байқауға жоғары дайындықпен келіп, білімі мен шешендігі, шеберлігі озық шыққан жүлдегерлер арнайы дипломдармен марапатталды. Жаңалықтар легін гимназия жетістіктерімен жалғастырайық. Гимназияның 6-шы Е сынып оқушысы Мейіржанов Әділжан каратэден Жамбыл облысы чемпионатында 12-13 жас аралығында 40 кг салмақ дәрежесіне жеңімпаз атанды. Құттықтаймыз. 1-ші А сынып білім алушысы Дауылбай Нұрдәулет каратэден облыстық ашық турнирден 1-ші орын иеленді. Гимназиямыздың 8-ші В сынып оқушысы Қалыбек қызы Ойсана жасөспірімдер арасында жүзуден Қазақстан Республикасының чемпионатында 2-ші және 3-ші орын иеленді.
Таэквондодан кіші жасөспірімдер және жастар арасында өткен Жамбыл облысы чемпионатында 5-ші А сынып оқушысы Жазықбай Амир 3-ші орын иеленді. 21 ғасырдың тиімді мамандығы атты облыстық пікірсайыс турнирінде Асхат қызы Балшан үздік спикер номинациясын иеленді. Битабаров Кап 2024 ашық аймақтық пікірсайыс турнирінде оратор мен диктатор фракциясының спикерлері Исле Нұрболат пен Дәулетұлы Алихан жүлделі 2-ші орын иеленді. Халықаралық Dance Battle бишілер байқауында гимназияның үкілім би ансамблі бақалар биімен супер бас жүлдені иеленіп, ең үздік сахналық би тобы номинациясын жеңіп алып, 50 000 теңгемен марапатталды. Қымбатты көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған мен Керімбек Сұлтан.